Атырау облысы бойынша мына филиал біздің мына осы Атырау қаласында орналасқан. Көріп тұрсыздар мінекей зданияны. Осы зданияның өзінде бірінші бөлімнен тұрады. Яғни жаңа ауа райын зерттейтін бөлім біздер бір күн, бір суткалық, және бір апталық, және бір айлық ауа райын болжау бөлімі орналасқан іште. Онда түрлі карталар компьютерлік құрылғымен келіп, біздер соны обработка жасайды. Жаңа синоптиктер отырып, сол бір күн бұрын прогноз беріп отырамыз, яғни ауа райын болжап отырамыз. Сол болжаған ауа райымызды дәлелдейтін құрылғы жерде метеостанция бар, яғни метеобекет деп аталады. Мінекей соның бірінші станциялармен танысайық, бір қарай барып, қазір жүріңіздер алдымызда. Яғни бұл ашық жерде орналасу керек. Алды атымыз метр арақашықтықта ашық болу керек негізі. Біздің ар жағымыздан көріп тұрсыздар ма? Бұрынғы санатория болып аталған кезде бұл здание болған. Шағын тек қана неміз станцияларымыз болған жоқ. Көп көлемді болған жоқ. Көп көлемді жерді қараған жоқ. Бұл кезде көшкілер ашылған жоқ жаңалықтар. Қазір осы Атырау облысына қарайды 9 осындай мектеп бекетіміз бар. Осындай мына мектеп площадка деп аталады. Енді қазақша айтатын болсақ, мектеп площадканың ішінде орналасқан кіріп келген кезде есіктен тротуармен жолдастар. Оның үшін сапа барлығын көрсетуіміз болмайды. Салынған жолмен жүрулеріміз керек. Осы жолмен келіп, біз мына келе жатқан нені көріп келе жатырмыз. Ауа райының қандай кездесетінін көреміз. Көрген кезде біз аспанымызға қарасақ, бұлттар орналасып тұр да. Қараңыздаршы. Бұл көзбен қарасаңыздар байқалмайды. Байқалмайды. Мысалға мына тұрған кучевой, жаңағы кучевка деп атайды, яғни кучевые деп. Өзі байқап қарасаңдар кучевка сияқты. Ал бұл жаңағы мақта түрінде орналасқан, бұл көзге қараған төмен орналасқан. Мына тұрған биіктіктен қарасаңыз төмен орналасқан. Ал егер де сіздер ана жақта точкада жеңіл түрі болмай тұр, қазір көрсетіп тұрмын сізге. Мына күннің қасында болуы мүмкін верхний ярус, яғни бұл аспанның жаңағы тропосфераға дейін орналасқан атмосфераның құрамын біздер бөлеміз. Жаңағы нижний слой, средний слой и верхний. Который нижний слойда орналасқан бұлттар біздерге атмосферное явлениелерді әкеледі. Яғни кешегідей жаңбырлар, қарлар, түрлі енді ішінде түрлі нелер бар, морсы бар, жаңағы қарап жазуларыңызға болады. Подробности нужно будет вам сказать. Мына жерден келгеннен кейін осының бәрін көзбен қарап келіп, мысалы бұлтты өздерің көздерің мен 10 балға бөлесіз. 100 балл считайте как бы 10 балл, да? Осы 10 балдың қараңдаршы көздеріңмен. Мына бұлт неше балл ұстап тұруы мүмкін? Вот соберите, как будто пучка соберите. Вот здесь есть там и там. Вот, правильно. Не, 8 много. Когда 8, когда немножко уже остается пустое место, тогда 8 баллов можно сказать. Вот это 5 баллов, цифры кодами, это считается у нас 4 балла. 5 баллдың ішінде біз қандай бұлтты бере аламыз? Нижний бұлтты бере аламыз. Бірақ жаңбыр жауатын бұлт болады, жаңбыр жаумайтын бұлт болады. Яғни күннің жылылығынан тартатын бұлт болады, былай жаңа желді бұлттар бар. Байқайсыздар ма? Қазір өте спокойный бұлттар тұр, көріп тұрсаңыздар. Сондықтан сіздер вот дұрыс айтасыз. Жел өте жай, жаңағы өзімізге кішкене қарап тұрсаңыздар, жайлы да, жайлы. Күн ашық, күн жаңағы жыл сияқты болып көрініп тұр. Бірақ температураны көрмей тұрмыз біз әлі. Осы келгенде жер беті қабатты жылылықтан жердің бірінші қабаты жылы болады. Бір-бірден келіп, мына жерге қарай қойыңыздар. Ана жерде 3 термометр жатыр. Мысалы, кімнің көзі көргіш төменге еңкейіп қарауларың болады. Бір адамға қасым, бір адамға называется у нас кучева. Так, бер жағында жатқан бірінші термометр срочный. Содан кейін жатыр бізде минимальный температура больше и штейт бар. Ол тигізетін орын арақашықтығы 2-3 сағат сайын бұл қаралынады. 3 сағат сайын разницаны штейт әкеліп тигізген кезде оны мен қазір ала алмай, себебі қазір қарап тұру температура. Ана ішінде 43 сол жақындатқанда 3 сағаттың арасында қанша температураға жылғандығы, салқындағандығын көріп отырамыз. Ол шеткісі жатыр, максимальная температура почвы. Это означает, что 2-3 часа насколько прогревать генно почваны для ламс.
күндіз болса ол жылынады. Жаңағы қанша температура көрсетіп тұрған көрсетеді. Ал егер де қысты күні болатын болса, сонда да оның более теплый температура самый өзінің қатқан бетінің температурасы. Егер де температура 10 градустан жоғары болған кезде Савинова деген температура термометріміз бар, ол мына жерге қондырылады. Мына бөлімде 5-10-15 сантиметрге орналасатын термометр называется у нас Савиновский. Қазір жоқ, температурамыз 10 градусқа көтеріледі. Мына жерде бұл загрязняющее. Актинометрическое бізде устройство жоқ, бірақ жел болады, шаң болады. Осының бетіне түскен шаңды біздер неделесіне бір-ақ рет ауыстырамыз. Яғни ол понедельник күні ауыстырылады. Бір сутка жатып, конверт ішіне салып, жаңағы өзінің қарайтын алматыда орны бар. Сонда жіберіп ол планшет называется, актинометрический планшет, который мына тұрған малы сол жақтан дистиллировать етіп жаңағы бәрін титрованный немен жасап алып келеді өздері раствормен. Бұны біздер любой адам әкеліп жауып тастай алмаймыз. Сосын осыны барып, ауаның қанша процентте загрязненныйын біліп отырамыз. Актинометрический жағы, яғни радиациясын қарайды. Мына жерде ішінде мынадай шлейк бар. Жаңа күні жерге қойылып. Көріңіздер, шықпап көріңіздер, ішінде қараңыздар. Қарай оқ. Ничего. Страшно нет, осадки нет, поэтому так спокойно сидеть. Вот это для чего? Думайте. Это сам называется, это осадкомерная посуда. Это сам называется осадкомерная тепло внутри. Это носиком специально жаңа құйылған ішіне түскен жаңбыр жауып шашын мына түтікке келіп түсіп, тесік арқылы мына ішіне түседі. Содан кейін ол испарять етпеу үшін жан-жағын белгілеп қойған. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мына носиктен тек қана түскен жаңа осы Медиковский приводың айналасына түскен обширный бүкіл қала бойынша есептелінетін формулаға салынып, қанша жауын шашын жауғанын біз біліп отырамыз. Бір жаңағы бір күн бұрын берген прогнозда оправдывать ететін бұл приводларымыз. Түсінесіздер ме? Сухой термометр и смоченный термометр. Между ними вот такие гигрометры стоят. Это которые влажность көрсетеді. Мына температура ауаны көрсетеді. Мына разница между ними, что егер де ауада влажность болатын болса, смачивать ететін өзінің несі бар. Стаканчик бар, сумен қарап шығарамыз. Разницасын погрешность дейді, бұл называется. Бір точно көрсету үшін обязательно оны погрешность болады. Оны шақырту үшін термометр қолданады. Это она не только простой. Точно простой только. Я не что рада тебе. Мы же это минимальный, опять же, температура воздуха минимальный и максимальный. Опять же, кыздар, что грём шаровой не купили. Кыздар, переводите. Кило, идите сюда. Стойте, сюда ставь, где я стою. Вот смотри, вот это минимальный штук, видишь, черный? Вот это, например, насколько прогрелся. Смотрите, температура сам стоит. 7 градусов плюс 7 градусов, а до 3 часа назад было 5 градусов. Понимаешь? Да. На 2 градуса пригрелся. Поздравляю. Бұны обязательно қозғамауымыз керек, негізі біз сіздерге как қосылып көрсетеміз. Енді была психологическая будка, называется, сам называется психологическая будка. Внутри термометр находится, видели, лежат. Так, енді мына жерде гелиограф, сам гелиограф, это у нас солнечное сияние қараймыз. Бұған шығуларыңа болады, қарап алуларыңа болады. Енді кім қарап, маған айта алады, қай жерден бастап жүріп тұрған. Лентаның шетінен басталған ба, жанғаны? Қанша? 45. Так. 44. Жоқ, не понял. Фокусты көріп тұрсың? Мына гелиографтың өзі фокустап тұр ғой ана жерде, лентаны күйдіріп келе жатыр шетінен бастап. Значит, приблизительно. Ол таңертеңнен бастап, примерно мынау нешеден бастап, қыз деп ойлайсың. Мен мысалға түннен келе жатырған. Где-то 5 сағат. Жоқ. Күн қай уақытта шықты?
8-де шығады ғой, например, да? 8-де шықса, 11-лерден бастап күн уже жақсы жылынған болып тұр. Түнде -3 градус болды. Біздерде қазір уже +7 болып тұр. На сколько градусов прогрелся? 10 градус. Қатты күйдіріп тұрған жоқсың ба? Иә, вот. Болған кезде зернистый измус бар. Мына тұрған екі бекітіледі, екі провод, железный провод диаметром 20 миллиметр мектепті өте жіңішке, бірақ сол измырыздың қалыңдығын көтеру керек. 25 сантиметрге дейінгі қалыңдық измырызды көтеру керек. Осыған көтерілген кезде сіздер мысалы білесіздер, измырыз қатты. Даже сосулкілер тұрмай ма мысалы нелерде, талдарда? Қатты қалың, үлкен, ұзындығы үлкендеу болса, адамға ол зиян болады. Сондықтан сол үшін біздер бұл измырызға да прогноз беріп отырмыз. Осындай тұман түседі. Возможно, измырыз дейміз. Почему? Потому что сондай измырыздан, мысалы сіздер келе жатсыздар, талдың астынан, қауыстан жаңа түсіп кетеді. Көздеріңізге зақым келеді, басқа жерлеріңізге келеді. Как бұның үшін бітірген сияқтымыз да? Жоқ, оға тимейміз. Экологтардікі. Новый нәрсе сен Қазір экологиямызға тимейді солардың болмыз. Дұрыс айтқан кім? Мына жердің бағытын білетін анимарумбометр М63, М1 деген. Бұл направление ветра и скорости ветра максимально за 3 часа көрсетіп тұрады. Мысалға біздер бүкіл договорами жұмыс жасаған кезде бір высотада жұмыс жасайтын адамдар біздің желімізді сұрайды. Сол кезде біз мына осыдан келіп тұрған тоқтарды көрсеңіздер, ол ішке аппаратқа келіп тұрады. Аппаратымыз қазір компьютерге орналасқан. Номер аппарат. Я осы тікелей сол мына бәрін көрсетіп тұрады бізге. Информационный, более современный, поэтому. Проводится полностью анализ атмосферного воздуха на 6-8 ингредиентов по Атырауской области. Как с ручных, так и с автоматических. Девочек в лаборатории. Комплексная лаборатория. Здесь вообще комплексная лаборатория. Состоит из атмосферы, лаборатории почвы и гидрохимии. Здесь вот лаборатория атмосферного воздуха, где проводятся анализы. Там дальше у нас есть лаборатория гидрохимии. Здесь все ингредиенты в лаборатории проводятся здесь как раз, обработки все. Здесь у нас весовая комната, оборудование стоит, там у нас мойка. Вот все проверенные приборы, которые М60 на КФК 3 км, это старый вид, это современный вид. Заметили вы, открываете, отсюда представляете они и анализ делают. Гидрохимия. Гидрохимия, яғни су жаңа деңгейін өлшейтін жер. Мына сіздер бір байқап тұрсаңыздар, ар жағында тұрған приборлар, бер жағында осы лабораторияның жұмыстарын ашады. Здесь у нас лаборатория гидрохимии. Здесь проводятся анализы рек, Атырау, Дамба, Эмба, также Кигач, Шароновка. Также проводятся пробы моря в летний период 6 месяцев. Здесь вот у нас оборудование, здесь вот весовая комната. На 45 показателей. Анализ проводится на 45 показателей. Туда как начинается температура, цветности, нефтепродукты, тяжелые металлы. Тяжелые металлы в почве. Там вот у нас стоят, видели, черные девочки фотографировали. Лампа, на которой определяется атомным методом, пламенный, здесь важный баллон. Специальная лампа. Полностью все выходит на тяжелый металл. На каждый ингредиент, там, на медь, цинк, что вам хотите определить, есть лампа. Именно тяжелый металл. Я же говорю, но тяжелые металлы, атомные. Тяжелые металлы, каждый металл на лампса. Разу покажет.
басқа металл қарайтын болсақ, мынаны аламыз да басқа металлдың бағасын саламыз. Ауыстырып тұрамыз. А топырақты қай жаққа салады? Топырақ салмайсыз. Топрак салмайсыз, почему? на водной вытяжке. Топрак А. делаешь на водной вытяжке, то есть его там по методике разбавляешь, как тебе нужно, просушиваешь, измельчаешь, потом разводишь, делаешь. А, сол арқылы. На жерде уже водной вытяжке саласың, осының бойымен барлығы ағылып біткен. Вот он работает здесь, баллон стоит, на улице стоит от стилена баллон, пламенным методом, атомно пламенник, да. Воздух, да? Воздух, вторая химия, которая с водой. И почва, правильно. Жаңағы үш нені қарауға, қамтуға болады деген сөз. Жер топырақтарын, жаңа суднымен кетпатыға келді жаңа айттым ғой, табиғат 505 деп айтып кеттім сіздер. Почему деді, потому что ректі біздер өзіміз барып жүре алмаймыз ғой. Сонда ішінде черпатель деген прибор бар, содан суды алады, жердің топырағын алады, соны кептіреді, жаңа байқадыңыздар топырақтар. Және тағы да айтып кетемін, біздер тек қана Атырау облысының топырағын қарамаймыз, западный частина, Ақтөбе, Ақтау, сол барлығын жаңа көрсетіп кеттім, да? Көргендер боласыңдар. Западный Казахстан деген состоит из нескольких частей, мен подробно олардың точкаларын біле алмаймын, айта алмаймын, бірақ жалпылама западный жағын біз қараймыз. 4 жерге бөліп қойған Қазгидромет. Біздің Қазгидромет центрде находится. Осы центрде жаңа бүкіл топырақтың құрамын қарау. А по воздуху и по гидрохимии олар осы Атырау облысын қарайды. Енді одан был отдельно 008 программаларда находится, а 006 программа находится 2 и 3 этаж. Первый у нас синаптический отдел, который я главный начальник отдела, и у меня сотрудница там работает, разные карты. Вот, например, сіздер байқап қарасаңыздар, неше түрлі картамда мысалға мына бұрынғы кездікі, яғни бұрынғы кездегі 2009-кі алып отырмын, специально. 2009-да мысалға бізде мына жерде байқасаңыздар, приземный карта келіп тұрады. 36 сағатқа рассчитаны. 36 сағат дегеніміз, яғни бүгінге 36 сағатты қосасыздар. Сонда ертеңгі күннің күндізін қараймыз. Егер де 24 болатын болса, бүгінгі түнді қараймыз. 24. Яғни бүгінгі түн және ертеңгі күндіз деп берілетін прогноз, яғни суточный называется. Ночь и день. Прогнозда береміз жаңағы қандай жел болуы мүмкін, да, мысалға. Высотный жаңа мен сіздер айттым ғой, тропосфераға дейін біздер қараймыз. 850. Анализ аты абсолютный, абсолютная тофография на высотах 850 милливарах. Потом, опять же, на 700 милливарах, 500 разных жаңағы бұлттарды, жаңағы желдерді қарауымыз керек. Мен жерде қарап тұрсаңыздар, түрлі-түрлі сызықтар көріп тұрсыздар ма? Яғни бұл соединяющие изобары, которые одинаковым давлением қосатын сызықты называется изобарлар. Вот, дұрыс айтасыз, қысым. Содан бастап қарасаңыздар, біздің Каспий теңізінің үстінде қызыл точканы көріп тұрсыздар, да? Бұл Атырау. Цветной картадан көрейік онда, да? Атырау. Атыраудың үстінде сызықтар, қызыл, көк сызықтар көріп тұрсыздар ма? Қызыл сызық у нас теплый фронт, а көгі холодный фронт. Это вся Атырауская область или только город? Нет, Москва, нет, республиканың барлығы да бар мына жерде. Бірақ біздер 34-35-ші нені қараймыз. Масштаб бар біздерге берілген. Түрлі-түрлі, даже мына жерден қарасаңыздар, Атырау, да? Біздің Атырауымыз осы 2 квадратта орналасқан. Яғни бұл 34-35-ші шаршы деп бізге беріледі. Бүкіл станцияларды, белгіленіп келген станцияларымыз жаңағы мынадай неменеді. Көрсеңіздер, разные. Үштаған, Ганюшкина, Индер. Например, осылай оқып шығасыздар.
Ал маған бұл былай оқылып келмейді, мынандай жазумен келмейді маған. 34-461, жаңағы 35-700, 35-700, 35-705, например. Білесіздер ме оны, білмейсіздер? Пешной дейді, например, сізге пешной бар 30 сұрап келіп тұрсыз. Мен бұны расшифровкамен аламын. 35-705, 329-98, 028-06, значит, здесь первый видимості көрсетіп тұр, жаңағы бүкіл осадканы көрсетіп тұр, және направление скорость ветра и скоростьны көрсетіп тұрады. Сондықтан біздер қалай түсіндіруіміз керек? Келіп тұрған адамға түсіндіру үшін біздер бұны Атыраудың өзі бөлеміз. Но западный, мысалға, бұлай қапты север ғой, да? Север, юг, запад. Атырау қаласындағы химия биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебіміз ұйымдастырған бір күн өндіріс жобасында көмек көрсеткен Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау министрлігі Қазгидромет шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Атырау облысы бойынша филиал ұжымына алғысымызды білдіреміз. Еңбек жолдарыңыз сәттіліктер мен табыстарға толы болсын. Осындай игі істеріңіз ақ жол ашып, ұжымдарыңызға мол табыс.